Екінші диалогта Волоколамск тасжолының авторы Александр Бек пен Бауыржанның соғыс майданындағы алғашқы таныстығын, Бауыржан туралы кітаптың оңай жазылмағанын, Александр Кривицкийдің 1964 жылғы шыққан «Ұмытпай мәңгі» деген кітабында осы кітаптың алғашқы бөлімдерінде баяндалғанын жазады. Және Александр Бек пен Бауыржан Момышұлының арасында кітап жарық көрмей тұрып келісімшарт жасалғанын, оның құжат түріндегі нұсқасын көшіріп алынғаны баян етеді. Бұл шарт 1942 жылдың март-апрелінде майданда жазылды. 1944 жылдың 18 декабрінде Москвада қағазға түсірілді. Александр Бек пен Бауыржан Момышұлы деп қол қойылған. Автор: Александр Бекпен қалай таныстыңыз? Бауыржан: оны Бектен сұрағын деп басталған диалогтың соңында 1958 жылы қазақ әдебиетінің Москвада өтетін 10 күндігінің қарсаңында менің «Занами Москва» деген кітабым жарыққа шықты. Жоғарыда Бекке рахмет, ол менің жазушылық жолыма түсуіме түрткі болды деген сөзімнің мәнісі осы қарағым дейді. Бұдан кейін Баукеңнің СССР жазушылар одағында болған талқылауда Москва үшін шайқас кітабы жайында 10 адам шығып сөйлеп, генерал Вершигора бастаған 10 адам кітапты мақтап, тек бір адам ғана оны жамандауға тырысқан болатын. Автор ол оқиға менің көз алдыма келді. Момышұлының Москва үшін шайқас кітабы талқыланып біткеннен кейін үзіліс болды. Біз дәлізге алдымен шығып жұртқа көз салып тұрған едік. Сақалы белуарына дейін түсердей төртбақ денелі келген генерал Петр Вершигора мен полковник Бауыржан Момышұлы екеуі қатар шықты да бірге тұрады. Осы кезде екінші жақ қасқа маңдайы жарқырап Мұхтар Әуезов шықты да бірден Бауыржанға қарай бұрылды. Пәлі Бауыржан, біздің біріміздің ішімізде ең модный жазушы сен болдың. Бүгін сенің кітабың жайында қисапсыз көп адам өсіле пікір айтты. Құтты болсын, қайырлы болсын, Астанадан алған бағаң деп Мұқан қос қолдап тұрып Бауыржанның қолын қысты. Сенің соғыста қаның төгілген жерде ерлігің ғана емес, әдеби еңбегіңде ерекше бағаланғанына қатты сүйсініп отырдым. Мен мына Петр Петрович сияқты соғыстың білгір адамы байсалды да беделді пікір айтқанына дән риза болдым. Осылай деп Мұқан Вершигораға басын иіп, оның да қолын қысты. Содан кері бұрылып жолдағы жұрттың бәрімен бас іздей сәлемдесіп, Мұқан секретарлардың бірінің бөлмесіне кіріп кетті деп екінші диалог аяқталады. Міне достар, екінші диалогтан біз бойымызға не сіңіреміз, қандай тәрбие тағылым алдық. Балаға жұмсақ, үйдегі жан-жануарларды баптауға, тілін түсінуге, қолға үйретуге, бала күннен мейірлі, тәртіппен тиянақтылық, жазушылық үлесі, талапшылдық қасиеті, кімде болса да таңдырмай қоймайтын тұлғаны таныдық. Сіздермен болған біз Тимурұлы Арлан, Ислам Жандарбек, Мырзабай Бекзат. Қайта жүздескенше күн жақсы, аман сау тұрайық.